Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Бекет ата басындамыз. Бекет ата Оғланды ата бастарына баратын боламыз. Соны бізбен бірге тамашалаңыздар. Кеттік. Ағаш тұр. Оның үшін екен табақ. Шағын санатория. Шағын санатория. Мынау домалақ шаңырақ сияқты тұр. Темірлер шаңырақ қылып салған. И ортасында ағаш өсірген. Тегістен ағаш. Прикольно. Астының қазы бойын. 6-7 метр шығар. Потом келген кезде көресіздер ғой, не болып тұрған. Мына жерде садақа бар. Мына жақта тағы бір үйлер бар. Ниетіміз қабыл болсын. Мында, походу, келген адамдар, туристер, әртүрлі жерден адамдар келетін яқта. Солар келіп жатады. Жатып қонады. Мында мешіт бар, кішкентай. Осынсы бар еще. Ажақ әдем екен кәдімгідей. Сәкі. Тамақ шай ішу өт. Шапанатан басын. Торғай. Бар ма не? Бар ма? Бар. Ол не? Мұртта. Походу QR-кодпен телефонмен қарасаң, бұл туралы тарихы шығады сияқты. Просто қазір мына жақта интернет жоқ. Ясный КП.
шпанаттан жер астында ма не? Жер асты мешіт қой. Кеттік. Тиіс. Да? Дренаж. Президентке. Опа. Ha? Көрінеді? Сәбилер сериал желеген жер. Қайсысы? Кішкентай сәбилер жерлеген. Шопан ата ма? Шопан ата? Үште жатқан. Просто қолмен? Тез. Бежанды сен жылы неге жермеймін? Бежанды. Аманат қолжын жүрген Мына жерде дәрі салған ба? Жатқан, дәрі салған, сабақ оқыған. Салқын жердің асты бір. Трехкомнатный. Трехкомнатный. Шынды да, қарасың да? Или отыратын орындықтар, походу. Жаңағы шопан ата емес, просто отырып дәріс алған, сабақ оқыған жерлер. Ұстап отырмын. Тұрмана ма? Тұрмайды. Басын сипа керек. Бірінде біз неде болды осындай. Осындай үлкен болды да. Тырнау. Қазір машинге аңық бір бөлмелі жаңағы. Все, давай. Давай же усын. Сау көрскенше аман бол. Сәлемет. Мықты тағы бір тесік бар. Тоже сондай бір комната екен бірақ. Бір үлкен холл, сосын бір бөлме. Ішін түсірмей қойған дұрыс болар енді. Болады ма? Жоқ. Мешіт, мына мешіт. Мешіт, бұл жақта мешіт бар. Басын сол. Мындай свет болған ма не баяғы? Жоқ, кейін сан. Мешіт болған. Ана михраб ар жағы. Ана аса несі Таяғы. таяғы да имам таяғы қашқанда. Сол кездегі таяқ болған. Сол кезде емес шығар, кейіннен жасап қойған шығар. Мына жақта жатқан ба? Отырған? Бір кроватьта. Біз айтып жүр ғой, айны. Мына жақта тоже кровать бар. Іші салқын. Қашап салып едім. Көрдің бе? Мына жерде не деді? Құдайды тұрып Мешіт қой, айтты ғой. Мешіт медресе. Мешіт сәлем оқымаймыз ба? Бұрын енді ақ жапқыш, сосын кілем болған жоқ қой. Конечно, жер тегіс емес енді ол. Бұдыр-бұдыр. Соған намаз оққан баяғыда. Ладно, шығайық. Светті потом болды тоймайды.
Жігіттер жатқан жер. Шахтыг осы қошетсің. Жігіттер жатқан жер. Жігіттер жатып қонған, ұйықтаған жер. Қазіргідей общежитие емес. Мынау не тастардың? Қабір ма? Қабір болуы мүмкін мына. Үстінде бұдыр-бұдыр тастар бар. Осында ұйықтаған, осында жатқан, осында дәріс оқыған, походу. Қазір медреселер жағдайы шүкір. Андай тас тау. Соны қашап жасаған ғой кәдімгі. Іші салқын кәдімгідей. Сырт қазір деген 30-35 градус шығар. Ана іші деген. Білмеймін, салқын кәдімгі. Бірақ кондиционер шығар. Мына жақта шәкірттерінің, Шопан атаның шәкірттерінің балалары, шәкірттер жатқан жатақханалар бар. Желкий жол. Mana. Вот это красота. Вон там наши
Әдемі ма? Бекитадан жанында басқа бір ата жатыр. Қабай. Екрем. Мен келдік Бекитадан басына. Ана жақтан келдік. Мына қай жерде тауып алмай қалдым даже. Ана. Кетіп кіреміз. Kameranı söndürün oynamayın. Тесік болды да қарайды. Бейді. Жоқ, бұрын бүйтіп тұрған жапқыш болды, ақ жапқышын жауып қойды, ақ жалды. Атаның өзі дұға жасап тұрады екен да. Аллаға жалуға дұға жасап, Алладан көмек жәрдем сұрап тұрады екен. Басқа жаңа жұмысшыларына істеп жатады екен. Атаның дұғасын тоқтатса, тасқа балталып өтпей қалады дейді. Жаңа шауып отқан қашауларды, қашау ана шапашотта соны істеген ғой. Атамыз дұғасын тоқтатқан кезде балталар өтпейді дейді, майысып, сынып, от шығып. Егер жаңа атамыз келіп дұға оқып тұрса, дұға оқып берсе, жақсы жүреді екен жұмыстар. Сөйтіп салынған мына осының ешіне. Соның үшін